Мен Ильясова Рахила Иманғалиқызы, Жамбыл облысы Шу қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Еңбек өтілім 27 жыл. Педагог зерттеушімін. Білімленд Групп компаниясының ұйымдастырған жаңашыл мұғалім 2023 байқауының бірінші кезеңінен өтіп, екінші кезеңіне өзімнің жұмысымды сабақтағы заманауи педагогикалық технологиялар аталымы бойынша жұмысымды ұсынғалы отырмын. Білімленд білім ресурсы қазіргі таңдағы жаңашыл мұғалімнің күнделікті сабақтары және сабақтан тыс жұмыстарын ұйымдастыруда таптырмас құрал. Өзім сабақтарымда осы порталды қолданамын. Әдебиет сабағында керекті ақын жазушыларымыз туралы мәліметтер дайын күйінде ұсынылған, кез келген мәлімет қолжетімді. Ұстаз үшін ең негізгі мақсат әр сабағын түсінікті, тартымды, тиімді өткізу. Оны жүзеге асырудың бір жолы сабақта актіні қолдану. Оқыту процесі барысында актінің бірі интерактивті тақтаның көмегімен сабақта тіл дамытуға арналған жаттығулар мен анимациялық форматта берілген тапсырмалар арқылы оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәніне қызығушылығын арттыруға болады. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды біз ең бірінші ахуал тудырудан бастайық. Бәріміз орнымыздан тұрайықшы. Ал балалар, бүгінгі сабақта бәріміз бір-бірімізді тыңдаймыз десек, бір рет қол шапалақ. Бір-біріміз ұйымшыл боламыз десек, екі рет қол шапалақ. Бүгінгі сабақта белсенділік танытамыз десек, 3 рет қол шапалақ. Өте тамаша, отыра қойыңдар болады. Әркім өзінің қолында тұрған мынау смарт сағат арқылы сабаққа қалай қатынасыңдар, өздерің мынау жылжыту арқылы бағалап отырасыңдар. Балалар, енді екі топқа бөлме қояйық. Ол үшін біз рандом арқылы қазір бөлінеміз. Мінекей, бірінші топ мектеп тобы, екінші топ шәкірт тобына бөліне қойыңыздар. Өткен сабақта мен сіздерге өзім халықтың шәкіртімін деп есептейтін біздің бір туар ақынымыз, Абай аталарының ізін жалғастырушы Сұлтанмахмет Торайғыровтың өмірін және де шығамын, тірі болсам адам болып деген өлеңін жатқа берген болатын. Ең бірінші үй тапсырмасын сұрамастан бұрын Сұлтанмахмет Торайғыровтың қайда туып өскендігін біз Google Планета Земля арқылы көрсетіп бердік. Сұлтанмахмет Торайғыров Көкшетау облысы Қызылту ауданында дүниеге келген. Қай жылы дүниеге келді ақан? 1893 жылы. Енді үйге тапсырма бойынша Сұлтанмахмет Торайғыровты қаншалықты біледі екенбіз, соны біз Wordball программасы арқылы зымыран сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кәнекей кім шыққысы келеді? Келе қолдандар. Ал кез келген яшықты баса ғой. Сұлтанмахмет Торайғыров қай жылы, қашан, қайда дүниеге келді? Сұлтанмахмет Торайғыров 1893 жылы солтүстік Қазақстан Уәлиханов ауданында дүниеге келді. Өте тамаша. Ақан келе ғой. Сұлтанмахмет кімдерден дәріс алған? Тортай, Мұқан секілді ауыл молдалардан дәріс алған. Өте тамаша. Шығамын тірі болсам адам болып өлеңінің идеясы не? Шығамын тірі болсам адам болып өлеңінің идеясы бастысы ол өзінің еңбегін ары қарай жалғастырып басқаларға білім бергісі келеді. Өзім оқысам ары қарай өзімді дамыта аламын деп айтқысы келеді. Қай жылы Троицк қаласында медресе оқиды? 1912 жылы Троицк қаласында оқиды. Не көріп тұрмыз? Біздің Сейфуллин мектебіміздің алдыңғы көрінісі. Осы мектепке сендер 5 жыл бұрын қадам аттаған кезде ойларыңа не кірді? Бірінші. Мұғалім. Дұрыс. Кітапханалар. Өте тамаша. Білім. Шәкірт, дұрыс. Оқулық. Дұрыс, тамаша. Мына топ не айтатын? Мектеп тобы, ұстаздар. Кітап, дұрыс. Оқулық. Балалар, достар, бәрі біз не істедік? Ойладық, солар. Яғни мектепте бар екендігін білді.
Жақсы. Балалар, олай болса, жаңа мына жерде Төлебек айтты. Мектеп дегенде шәкірт дегенді айтты. Бүгінгі біздің тобымыздың аты мектеп және шәкірт. Бұл біздің сабағымыздың кілт сөздері болып табылады. Олай болса, біз Сұлтан Махмұт Торайғыровтың шәкірт ойы өлеңімен ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру және көркем шығармаларда орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Менің ойым, болашақта сендер үлкен азамат боласыңдар. Мектеп табалдырығынан не аламыз? Білім алып кетеміз, тәрбие алып кетеміз, иә? Болашақта бойыңда қандай қабілет, дарындылық болғанын қалайсың? Өзіңнің ата-анаңа, ұстазыңа, отаныңа қандай үлес қосасың? Сол туралы мынау кестеге менің ойым жазып шығайды, иә? Кәнеке кім шығады? Ал, кәне, аяғым келе қойшы. Айтып жүрші, Таншолпан. Ұстазымның сенімін ақтағым келеді. Сенімін ақтағым келеді дейді. Сенің ойың қандай? Еліме адал еңбек ету. Тамаша. Сен балалар. Еңбегімді, білімімді еліме арнау. Балалар, енді тыңдалым. Я өлеңді қазір жақсылап тыңдап, мазмұнына назар аударайық. Білімнің арқылы өлеңді мұқият тыңдаймыз. Қазақ көбіне өрмелеп шығып күн болған. Қараңғылықтың көбіне күн болмағанда кім болған? Мұздаған елдің ниет тарауы рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің тарауы бірге бұл мақсаттан ұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де ұрам деп жолда тұра алмас. Салынған жардың күресі алдандырмас бірсе. QR код арқылы сұраққа жауап берейік. Барлығымыз телефонымызды ашайық та QR кодты түсіріп алайық, кәнеке. Қандай? Түсіріп алайық. Ал балалар енді сұраққа жауап беріп көрейік, кәнеке. Я, бір сұраққа кім жауап береді? Айша. Шәкірт нені армандайды? Жалқаулықты, надандықты өзіне серік еткен халықтың көсегесін көгерту, биікке өрмелеп шығып күн болу, халықты қараңғылықтан алып шығып, білімнің жарық нұрын төгу, шындықты арқау ете отырып, ескіліктен құтылып, жаңаға ұмтылуға үгіттейді. Жарайсың. Жақсы отыруға. Екінші сұраққа, Балнұр. Надандық тезі таттылар орны тайып көгерер дегенді қалай түсінесіңдер? Надандық тезі тек тартып қана қоймай, оның орнына білім келіп, сол біліммен толтырылады, сөйтіп надандық тезі тартылып, білім көбейеді. Өте тамаша. Аяулым. Елдің жүрегі неге мұздаған? Себебі ол кезде әлеуметтік жағдайы төмен болды және де білімді болуға елдің қауқары жетпеді. Өте тамаша жауап. Жарайсың. Балалар, төртінші сұраққа кім жауап береді? Кәнеке, я. Таншолпан. Өрмелеп шығуды қалай түсінесіңдер? Өрмелеп шығу дегеніміз күнге көтерілу, барлық халықтың жүрегіне күнді ұялату, мейірімділікті қою, барлығына еңбекті үйрету. Ол неге жұлдыз емес күн болғысы келеді? Я, міне балалар қараңдар. Ол неге Сұлтан Махмұт Торайғыров? Жұлдыз емес, күн болғысы келеді. Я, Мерей, жауап береді. Себебі күн жақсы жаңалықтықты, жақсылықты білдіріп тұрады. Сондықтан күн болғысы келді. Тамаша, жақсы, жарайсың. Келесі тапсырма, көзір программасы бойынша сәйкестендіру тапсырмасын беремін. Ескрипторға қараңдар. Өлең үзінділерін сәйкестендіресіздер. Сәйкестендіріп көрейік, балалар. Ал, жарайсың. Жақсы. Келе отан Шолпан. Жарайсың, ақан. Шәкірт ойы өлеңін балық қаңқасына салып, себебін, дәлелін, қорытындысын, идеясын білуге. Ең бірінші балық қаңқасында басы, бұл басты бүгінгі шәкірт ойы өлеңінің мәселесі. Кім айтады, кәне? Ауызша айтайық, е? Көтерілген мәселе білім, еңбек және де табандылық. Өте тамаша, жарайсың. Так, келесі. Енді үш себебін айту керекпіз. Бірінші себебі, аяулым. Елдің жүрегін біліммен жылыту. Өте тамаша. Екінші себеп, я, асыл керек. Ол зиялы болғанын қалайды.
Тамаша, я? Өзге елдермен теңестірді. Жақсы. Енді осы 3 себепке 3 дәлелді айтайық. Кәне? Я, кім айтады? Мерей? Бірінші дәлел, себебі халық надан, сауатсыз болды. Аха, жақсы, жарайсың. Екінші, Бағдаулет? Елдің әлеуметтік жағдайы төмен болды. Өте тамаша. Енді үшінші дәлелді айтамыз оған? Я, Кәусар? Үшінші дәлел білімнен еңбектен кенде қалған ел. Өте тамаша, жақсы. Енді бізде қорытынды, я, идеясы қорытындысын шығару керекпіз. Я, кім айтады? Айта қойшы, Айша. Ел үшін еңбектену, халықтың көзін ашу. Халықты қараңғылықтан алып шығып, өзге елдермен теңестіру. Алау әдісі бойынша осы шәкірт ойын балық қалқасы арқылы мәселемізді қорытындымызды таптық қой. Дұрыс келісемін десек бәріміз? Я? Сөйлесеңдер сөйле. Ал балалар, тапсырма аяқталды. Енді тақта ашып, тапсырмамызды қорғайық. Абайдың ғылым таппай мақтанбай өлеңі мен шәкірт ойы өлеңінің айырмашылығы. Жастардан еңбек етіп, ғылым мен білімге ұмтылуы, асыл қасиеттерді уағыздау. Жақсы. Келесі, келе ол. Қаншылпа? Екеуін салыстырғанда шәкірт ойының өлеңінде оның өзгешелігі әрқашан еліме, туған жеріме адал қызмет етемін деп айтқан. Жақсы. Ортақ қасиет келе. Абайдың ғылым таппай мақтанбай өлеңі мен шәкірт ойы өлең ұқсастығы білім ғылым туралы сауаттылық. Өте жақсы. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Келесі екінші топ, мектеп тобы. Келіңіздер, сіздер жұмыстарыңызды қорытыңыздар. Шәкірт ойы өлеңіндегі біздің тобымызға ұнаған, ең ұнаған үзінді қараңғы қазақ өзіне өрмелеп шығып күн болам деген үзінді. Тамаша, жарайсың. Келесі, түйені не болды сонымен балалар? Я балалар? Осы өлеңнің түйіні елімнің жанашыры, өрге сүйреушісі боламын, қараңғылықтан алып шығамын, сауатсыздықты жоямын делінген. 20 ғасырдағы шәкірт пен 21 ғасырдағы шәкіртті салыстырайық. Мынау сендерге алдарыңа тапсырма. Осыған жазсаңдар да болады. Мектептер ол кезде аз еді, мүмкіндіктер де аз болған. Дұрыс айтады, үйірмелер көп, иә? Жағдай жасалған бәрімізге, иә? 20 ғасырдағы шәкірт медреседе оқыған. Қазір жақсы білім алуға жағдай жасалған, телефон арқылы YouTube программасынан түсінбеген тақырыбымызды көре аламыз. Қазір шетелдерге оқу аламыз. Балалар, енді сабағымызды қорытындылай келе, менің сөзім, яғни ақын өлеңі маған қандай ой салды? Осы тақырыпқа байланысты бір сөйлеммен өзіміздің ойымызды айтып қорытындылап шығайық, иә? Кәнеке кім айтады? Иә, бастайық көрейік. Адам болмай жақсы оқу керек. Тамаша. Ұстаздың тілін алу керек. Жақсы. Тек қана ғаламтордан емес, кітаптан да іздену қажет. Жақсы. Білім алып ата-ананың үмітін ақтау қажет. Надандық теңізі тартылып, орын-орнына білім толтырылуы қажет. Жақсы. Балалар, бүгінгі Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шәкірт ойы өлеңі ұнады ма сіздерге, ұнамады ма? Қазір сонымен WhatsApp программасы арқылы сұрақтар жіберемін. Соған сіздер жауап бересіздер. Ал кәнеке жауап бере берейік бал. Ал балалар, қолдарындағы смарт сағат арқылы бүгінгі сабақта қандай баға алдыңдар, өздерің соны қозғалту арқылы көрсетіңдер. Үйге тапсырмаға шәкірт ойы өлеңін жаттап келесіздер. Түсінікті ғой тапсырма? Сабақ аяқталды. Рахмет.